9 наурыз өткен мәжілістің пленарлы отырысында депутат Юрий Жулин қазақстандықтар қандай аурудан көбірек өлетінін айтты. Оның сөзі рас па? Тексерейік. Сегодня болезни системы кровообращения в нашей стране по смертности стоят на первом месте. Денсаулық сақтау министрлігінің ресми мәліметінше, бүгінде елімізде өлім-жітім бойынша қан айналымы жүйесінің аурулары расымен де бірінші орында тұр. Одан кейін тыныс алу органдарының аурулары, қатерлі өскіндер, ас қорыту органдарының аурулары және жазатайым жағдайлардан, уланудан, жарақаттан және тағы басқалары кіреді. Депутат тағы былай деді. Ежегодно регистрируется более 40 тысяч случаев инсультов. Денсаулық сақтау министрлігінің мәліметінше, кейінгі 6 жылдағы статистиканы есепке ала отырып қарасақ, жылына орташа есеппен 60 мыңнан астам адам инсульт алады. Ал жалпы санасақ, кейінгі 6 жылда 384 мың адамның инсульті тіркелген. Құрметті оқырман, біздің әлеуметтік желілерге тіркеліп ақпаратты бөлісіңіздер. Шындыққа әркімнің ақ бар таласы.